Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қызықты деректер каналы Америка туралы деректерді ұсынады. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонда сіз қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Америкада ресми түрде бекітілген тіл жоқ. Ағылшын тілі ең көп таралған тіл болып саналады. Халықтың 67% артық салмақтан зардап шегеді. Тіпті әр 8-ші американдық азамат Макдональдс фастфуд мейрамханаларында жұмыс істейді екен. Америка құрама штаттарында әр сағат сайын шамамен 100 жұп ажырасады. Сонымен қатар, Америкада баланы кәмелеттік жасқа келгенінше тәрбиелеу және күтім жасау орташа есеппен алғанда 245 мың ақш долларын құрайды. ақш-та балалардың 40% некеден тыс туылады. Американдық азамат 16 жасында автокөлік жүргізуге құқылы, ал 18 жасында ол дауыс беруге және қаруды қолдануға құқылы. Тек 21 жасқа келгенде алкоголь сатып алуға құқығы бар. Және бір қызықты дерек, Американың әрбір 8-ші жұбы интернет арқылы танысқан. Әлемге әйгілі бостандық мүсінінің тәжіндегі 7 сәуле 7 құрлықты аңғартады. Олардың әр қайсының ұзындығы 275 сантиметр, ал салмағы 68,5 келіні құрайды. ақш туының дизайнын 1958 жылы 17 жастағы оқушы жасаған. Бұл Роберт Хефтің үй тапсырмасы болған екен. Бір қызығы, ол өз жұмысы үшін 4 бағасын алған көрінеді. Тудағы 13 жолақ тәуелсіз мемлекетті құрған 13 британдық колонияларды білдіреді. Олар Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавер, Пенсильвания, Джорджия, Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, Оңтүстік Каролина, Нью-Гэмпшир, Виргиния, Солтүстік Каролина және Род-Айленд. Ал қанық көк түсті крыш одақты білдіреді. Көк крыждағы жұлдыздар саны штаттардың санына сәйкес берілген. Олардың саны 50. Ал қызыл түс шыдамдылық пен батырлықты білдіреді. Қанық көк түс зейінділікті, әділеттілікті және сақтықты, ал ақ түс пәктік пен тазалықты білдіреді. Және бір қызықты дерек, егер қалтаңызда $10 болса және ешқандай қарызыңыз болмаса, демек сіз америкалықтардың 25%-нан бай болып есептелесіз. Статистикаға сүйенетін болсақ, әрбір 7-ші американдықта 10-нан астам несие картасы бар. Бір қызығы, Америка лифтілерінде 13 саны берілмеген. Тіпті ақш-тың биік үйлерінде 13-ші қабат деген мүлдем болмайды. 12-ден соң 1-ден 14 саны орналасқан. Гарвард университеті Америкадағы ең алғашқы университет болып есептеледі. Ол 1636 жылы құрылған және әлі күнге дейін өз жұмысын істеп келеді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, Монтана штатында малдың саны адамдарға қарағанда 3 есе көп екен. Ал Филадельфия Америка құрама штаттарының алғашқы астанасы болған. Және бір қызықты дерек, Нью-Йорктегі такси жүргізушілерінің 90% иммигранттар болып есептеледі. Сонымен қатар, американдықтардың 40% Чарльз Дарвиннің эволюция туралы теориясына сенбейді. 1918 жылы Америка құрама штаттарында тұмау эпидемиясы 548 мың адамның өмірін қиды. Себебі американдықтар әлемде ең көп балмұздақ жейтін халық. Елдің 90% бос уақытын үйде немесе жабық бөлмеде өткізеді. Америкада жоғары білімі бар 100 мыңнан астам адам сыпырушы болып жұмыс істейді. Алғашқы теледидарлар 1936 жылы Нью-Йоркте пайда болды. Американдықтар үшін автокөлік немесе үйді несиеге алу тұрақты жағдай.
себебі олар үнемі қарызға өмір сүреді. Америка құрама штаттары жер көлемі жағынан Ресей мен Канададан кейінгі 3-ші орынды алады. Сонымен қатар, Америкадағы ең жиі кездесетін сот процестері салық төлемеуге байланысты болады. Американдықтар секундына 45 килограммнан астам шоколадты пайдаланады. ақш 1867 жылы Алясканы Ресейден 7 миллион 200 мың долларға сатып алған. ақш үкіметі Гуантанамодағы әрбір тұтқынға жылына 2 миллион 768 мың 902 доллар жұмсайды. Американдықтардың ең танымал жемісі банан болып есептеледі. Америкада күн сайын 2 миллион тауық желінеді екен. Колледжде оқу ақысы орташа есеппен 27 мың доллардан асады. Міне достар, осымен сіздерге айтар мәліметтеріміз аяқталды. Сіздерге видеода айтылған мәліметтер қызықты болды деп ойлаймыз. Егер де сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Сонда сіз қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосасыз.